Сәлем достар, сіздермен бірге мен Жұлдызай және Аптанес Айдары. Назарларыңызға мектеп өміріндегі соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Сегізінші хабар. 8-ші сынып оқушысы Оспан Талшын Қызылорда қаласының мәдениет және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен өткен "Есіңе мені алғайсың" атты көркем сөз оқу сайысының бас жүлде иегері атанды. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың қалалық кезеңінің қорытындысы бойынша мектебіміз жүлделі 16 орынмен марапатталды. Жеңімпаздарымызды құттықтаймыз. Жаратылыстану ғылымы жаһандық жаңару тақырыбымен облыстық форсайт сессия өтті. Ғылыми әдістемелік, тәрбие қоғамдық, ғылыми ізденіс деп аталатын 3 бағытқа бөлінген отырыс өте мазмұнды өтті. Мұндай шаралар мектебіміздің ғылыми әдістемелік дамуына, оқушылардың ғылыми ізденіс жұмыстарымен үздіксіз айналысуына жол ашады. Қазіргі таңдағы өзекті мәселе болып отырған жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық, қоғамға теріс әрекеттердің алдын алу мақсатында ата-аналар жиналысы өткізілді. Жиналыс барысында полиция капитаны Сатанов Ербол Қазақстан Республикасының заңына сәйкес талаптардың сақталуы бойынша дәрістер жүргізді. Апта безеріндегі жаңалықтар легі осы. Бөлісер қуанышты хабарларыңыз көп болсын, сау болыңыздар.